суды тазарту және сапасын бақылау жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Күнделікті алынған сынамалардың зертханалық талдаулар бойынша судың иісі, дәмі санитарлық нормаға сай, рұқсат етілмеген өзгерістер анықталған жоқ. Сонымен қатар судың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолданылатын реагенттің бір түрі ол гипохлорид натрийі. Ол гипохлорид натрий қалды хлордың мөлшері белгіленген нормадан аспайды және адамның денсаулығына ешқандай зиянсыз деңгейде. Қазір судың салқындауына байланысты потребление дейміз. Халыққа су қазір практически қажеттілік төмен. Мүмкін остаточный хлор, қалдық хлоры жиналып, бір трубопровод құбырларға жиналады, бір толчок болып қалуы мүмкін. Соның салдарынан хлордың иісі пайда болуы мүмкін. Бірақ бәрін тексерілгенде әрқайсысы СНИП норма бойынша 1-2 миллиграмм на литр болу қажет. Қазір таңда бізде 0,27-0,35 миллиграмм на литр беріліп тұр.